Баршаға қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз жасанды интеллектті жобалау. Және біздің сабағымыздың оқу мақсаты ол жасанды интеллектіні әзірлеуде мұғаліммен оқыту әдісін қолдану ауқымын сипаттау. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушылар мұғалімнің нұсқаулығымен жасанды интеллектті жобалауға арналған құрылғыларды анықтайды және өзінің жасанды интеллект моделін жасай алады. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын сіздерге кішігірім сұрақ болсын. Мына суретте қалай ойлайсыздар? Яғни біз кішкентай балаға оның мына суреттің алма екендігін, мына суреттің алмұрт екендігін ажырату үшін біз оған қалай, ол қайдан біледі оның алма, алмұрт екендігін? Иә, өте дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Яғни біз не істейміз? Балаға оны түсіндіреміз. Алма, мына суретте оның түсі қызыл, пішіні дөңгелек, алмұрт түсі жасыл, пішіні сопақша деп, яғни біз не істейміз? Барлығын балаға түсіндіреміз. Дәл сол секілді бізде жасанды интеллект моделін құратын кезде мұғаліммен оқыту әдісінде біз барлығын, яғни оған үйретеміз. Мұғаліммен оқыту кіріс деректерге сәйкес дұрыс жауаптар берілген жағдайда модельді оқыту әдісі. Біз мұғаліммен оқыту әдісі арқылы жасанды интеллект моделін құратын кезде ең бірінші біз мәселені анықтап аламыз. Яғни біз қай салаға қатысты модельді ойлап табамыз. Келесі деректерді жинаймыз, соған қатысты ақпаратты жинаймыз. Одан кейін деректерді біз табалаймыз. Келесі бізге модельді таңдау және оқыту. Яғни бізде жасанды интеллект жасаудың модельдері өте көп, соны бізге нақты қайсысы келеді. Соны яғни таңдап аламыз және де оны оқытамыз. Жаңа өзіміздің жинаған деректеріміз бойынша. Одан кейін бізде бағалау. Келесі және қолдану және жетілдіру. Яғни біз моделімізді осы бәрін құрып болғаннан кейін өзімізге не істейміз? Қолданып көреміз. Яғни моделіміз жұмыс жасады ма, жоқ па, соны тексереміз. Әрине бізде мұғаліммен оқыту әдісінде, яғни өзіңіз көріп тұрғандай, міне Excel файл тұрады. Мысалы Excel файлда X дерек, X дерек, яғни мысалы мен буллинг тақырыбында алдым, сен қорқақсың деген сөзді біз дұрыс жауап береміз. Y бағанына буллинг деп, жарайсың дегенде қалыпты хабарлама деп осылай жазып қоямыз. Яғни біз осыны мұғаліммен оқыту әдісі арқылы жасанды интеллектке үйрететін боламыз. Келесі, мұғаліммен оқытудың түрлері бізде екі түрі болады, ол классификация жүктеу және регрессиялық. Ол сандық болжам. Жүктеу ол яғни жаңағы спам хат, немесе спам емес, қалыпты хабарлама, буллинг деген секілді нақты үйретеміз, ал регрессия ол сандық болжам. Яғни үйдің бағасын болжайды, сатылым көлемін болжайды, яғни нақты өзіне берілген деректердің арасынан есептерді шығарып, яғни болжам жасайтын болады. Келесі бізде мысалға міне модельдің құрылымы бізде кіріс ақпараты ол әлеуметтік желіде пікір немесе жеке хат, жалпы бізде келетін хат, ал шығыс ол бізде ол хабарлама қауіпті немесе ол хабарлама қауіпсіз деген секілді екі ответ шығады. Яғни бізде қауіпсіз және кибербуллинг. Мысалы көп сөздер алдын ала бұл жерде белгіленеді, бейтарап буллинг деп, одан кейін модель буллингке тән сөздер мен үлгілерді өзі үйренеді. Біз мұны қайда қолданамыз? Қолдану салалары бізде электрондық пошта, мысалы спам, қалыпты хат деген секілді. Келесі көру жүйелеріне жаңа бет тану, нөмір тану кезінде қолданамыз. Келесі медицинада жаңа рентген, МРТ түсетін диагнозға көмектесу. Яғни біз нақты аурулардың, яғни біздің медицинада нақты аурулардың снимоктарын, осындай суреттерін нақты түсіріп, алдын ала модельге не істейміз, оны оқытамыз, үйретеміз. Содан кейін барып қана оны не істейміз, қолданысқа алып келсек болады. Яғни модель не істейді? Мен рентгенге түсемін, сол кезде ол өзі оқыған ақпараттардан менің рентгенім сәйкес келетін ақпаратты іздейді. Солай ол нақты біздің диагнозды жасауға көмектеседі. Келесі бізде қаржы, яғни алаяқтық операцияларды анықтау үшін қолданылады. Келесі бізде тәжірибелік жұмыс. Тәжірибелік жұмыста бізде қажетті құралдар әрине бірінші Gemini, жасанды интеллект құрылысы, келесіде Google Colab, яғни өзіміздің кодымызды салу үшін, және Excelде бізде ол өзіміздің ақпараттарымыз сақталады, және деректеріміз. Теориялық білімімізді тәжірибе жұмысында қолданайық. Мен Google Gemini
жасанды интеллект платформасына келдім. Бұл жерде яғни біз нақты дұрыс жауап алу үшін мен нақты промпт жазуым керек, дұрыс жазылу керек ол. Яғни мен жаздым: мұғаліммен оқыту әдісі арқылы жұмыс жасайтын, кибербуллингті анықтайтын жасанды интеллект моделін жасау керек. Google Colab'да жұмыс жасаймын, Python тілінде. Яғни мен өзімнің қандай ортада жұмыс жасайтынымды, яғни Google Colab'да жұмыс жасайтынымды көрсеттім. Одан басқа бізде көп, яғни бағдарламалау ортасы бізде бар. Юпитерде жұмыс жасауы мүмкін, біреуде VS Code'да, Visual Studio'да жұмыс жасауы мүмкін. Сондықтан өзіміздің нақты жұмыс жасайтын ортамызда жазуымыз керек. Одан кейін қандай бағдарламалау тілінде жұмыс жасаймыз, соны жазуымыз керек. Яғни мен Python тілінде деп жаздым. Болуы мүмкін біреуде C# жасайды, біреу C++ жасайды. Сол секілді әркім өзіне ыңғайлы тілінде бағдарламалайды. Жақсы, мен осыны жіберемін. Яғни бұл жіберді маған, яғни бір код етіп, мен бұны алып не істеймін, өзімнен бағдарламалау ортам Google Colab'ға келіп, осында қоямыз және де оны іске қосамыз. Мына жерде мен жаңағы жасаған кодымыздың нәтижесі. Яғни бұл жерде бізде не шығады? Біріншіден дұрыс жұмыс жасауы барлығы бізде бағалауға байланысты. Яғни біздің жалпы дәлдік бізде қазір 82 болып тұр. Және де бұл жерден біз толық классификациялық есептеме. Бұл жерден біздің моделіміз қалай дұрыс оқыды ма, оның дәлдігі қанша пайызда қателік шығарып жатыр, оның барлығы осы жерде көрсетілетін болады. Келесі бізде практикалықты тексердік. Яғни бірінші мәтінімізде менде болды: сен өте жақсы адамсың, рахмет, ол қалыпты хабарлама деп шығарып берді. Ал екінші мәтін: сен нағыз ақымақ деген секілді буллинг сөз болатын. Оны біз әрине өзіміздің моделіміз тапты, буллинг анықталды деген хабарламаны шығарды. Яғни біздің моделіміз осы тоқта жұмыс жасап тұр. Яғни тапсырмаға келейік. Сіздерге тапсырма: бізде жасанды интеллектіні пайдалану арқылы өзіңіздің жасанды интеллект моделін құрып, оның жұмысын тексеріп көріңіз. Яғни мен сіздерге жаңа көрсеткен мынау мысалға қарап, мен осы жазған промптына қарап, Google Gemini'ға кіріп, жасанды интеллектке дұрыс сұрақ қою арқылы өздеріңіздің мұғаліммен оқыту әдісі арқылы жасалған жи модельдеріңізді құруларыңыз керек. Яғни оны сіздер қандай тақырыпта жасағыларыңыз келеді, оны өздеріңіз қараңыздар. Мен осындай буллинг тақырыбына жасадым. Сіздерге дескриптор берілді. Осыған қарап, өздеріңіздің тапсырмаларыңызды орындаңыздар. Жақсы, енді келесі кезеңге өтетін болсақ, бізде ол бекіту сұрақтары, яғни сіздерге сұрақ қойып өтейін. Бұл сұраққа сіздер жоқ және де кішігірім түсіндірмесі болса, мысалы, бірінші сұрақ: жасанды интеллект дерексіз жұмыс істей ала ма? Әрине жоқ, өте дұрыс жауап айтасыздар, тамаша. Яғни жасанды интеллектке біз алдын ала дерек бермесек, ол не істейді? Оны мүлдем оқи алмайды. Яғни ол түсінбейді, ол не істеу керегін білмейді. Келесі: дайын жи моделін тестілеу оны қолданудың бір түрі ме? Өте дұрыс, жақсы жауап. Яғни біз модельді оқытамыз жаңағыдай, және соңында оны біз не істейміз? Тестілеп көреміз. Яғни ол өзі жұмыс жасап тұр ма, жоқ па деп алдын ала өзіміз бір тексеріп аламыз. Міне, сен өте ақылдысың, қауіпсіз хабарлама деген секілді ол уже дұрыс оқып тұр. Біз осында өзіміз алдын ала бір тексеріп аламыз. Өте дұрыс. Келесі: жи әрқашан дұрыс жауап береді ме? Әрине жоқ. Яғни бізде жи қателесу мүмкін, өйткені ол информацияны, ақпаратты дұрыс қабылдамауы мүмкін, дұрыс ойланбай қалуы мүмкін, алгоритм дұрыс болмауы мүмкін. Сондықтан жи әрқашан дұрыс жауап бермейді. Келесі: мұғалім модельді алдын ала үйрету керек пе? Дұрыс, жарайсыздар. Яғни мұғалім модельді алдын ала үйретпесе, біздің моделіміз не істейді? Жұмыс жасай алмайды. Сондықтан біз алдын ала модельге үйретуіміз керек. Мысалы, жаңағыдай, мынау буллинг сөз, мынау қалыпты хабарлама деген секілді барлығын үйретеміз. Келесі енді қорытындыға келейік. Яғни жасанды интеллект бұл секунд ішінде мыңдаған кітапты оқып шығатын ақылды дос сияқты. Яғни мектепте біз жиді пайдалану арқылы кез келген зерттеу мен жобаны әлдеқайда тез, оңай әрі қызықты етіп жасауға мүмкіндік бере аламыз. Енді сіздерге бір сұрақ болсын соңғы: ал сіз қалай ойлайсыз, жасанды интеллект білім саласында қандай мүмкіндіктер береді? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет.